Сәлем қыздар, біз бұл жерде тегін мастер-класс пупипай пирожныйын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамыз бен шекерімізді жақсылап көпіргенше араластырып, үстінен Қазақстан шоколадымызды сарымайға ерігенін құямыз. Оған ұнымыз бен какао разрыхителімізді жаймендеп салып араластырып, осылай 3 бөлікке бөлеміз. Пергамент қағазымызды 3-ке дайындап аламыз, осылай жайып, пісіріп, дайындап қоямыз. Суығанша крем дайындаймыз. Ол үшін бізге сливки творожный сыр, сахарный пудра керек. Астына жазып қоям қанша грамм екенін. Осылай жақсылап араластырып крем шығарғасын, бисквиттерімізді пергаменттен ажыратып, кремімізді бөліп, 2-ке бөлесіз, үшіншісіне жай жұқа жағасыз. Содан үстіне еріген Қазақстан шоколадымызды құйып, холодильникке 2 сағатқа салып қоясыздар. Дайын болған пирожныйдың осылай шетін кесіп, бүтіндей клиентке ұсынсаңыздар да болады, немесе кеспей өздеріңіздің дастархандарыңызға осылай видеодағындай кесіп орнатып қойсаңыздар болады. Пышақты жылы суға малып, матамен сүртіп осылай кесеміз. Егерде жылы суға малмасаңыздар, пирожныйларыңыз түзу болып әдемі шықпайды. Мінеки осылай әдемілеп кесіп аласыздар. 30 штук шығады. Кішкентай кубиктен. Жасап көріңіздер, ас болсын. Бетін өз қалауларыңызша сәндейсіздер.